Осы Аллах Тағаланың бақылауын сезіну үшін мен қалай сезіне аламын жалпы дегендей, қалай бір жолдар бар ма дейтін болсақ, жалпы Аллах Тағала біздерге өзінің Құранда мынандай есімдерін баяндайды. Мысалы, Аллаху хабирун бима тағмалун. Мына есімдерін жаттап алып отырайық жүрегімізге. Аллах Тағала не істеп жатқандарың жайлы хабардар дейді. Хабир деген Аллах Тағаланың есімі. Аллах Тағала не істеп жатқандарың жайлы хабардармын дейді. Сөйтіп бірінші есім қайсысы? Хабардар. Бұл әрдайым біздің санамызда тұру керек та. Екінші, Аллаху алимун бима тағмалун. Аллах Тағала не істеп жатқандарыңды толық білуші дейді. Алим, білуші. Қазір қандай әдемі есімдер. Аллах Тағала біледі бұл есімдер. Бұл есімдерді Аллах Тағала бізге пайдасы тисін деп баяндап отыр да Құранда. Әйтпесе оны сол есімдермен дәріптеп жатқан періштелер қанша? Жалпы біздің адамзаттың тасбихына қарап қалған жоқ, Алланың дәріптелуі. Қаншама нәрсе бар оны дәріптеп жатқан. Бірақ сіз дәріптесеңіз, өз пайдаңыз үшін дәріптейсіз да, өзіңіздің Алланың алдында қадіріңізді тірілтіп, қияметте аман қалу үшін. Міне Аллах Тағала не істеп жатқандарыңнан хабардар дейді. Хабир. Аллах Тағала не істеп жүргендеріңді біледі дейді. Алим. Сосын айтады, Аллаху басирун бима тағмалун. Кей жерінде мына есімін қосады. Аллах Тағала не істеп жүргендеріңді толық көруші. Қараңыз қалай көмектеседі. Көруші, білуші, хабардар. Көрдіңіз ғой? Сосын жаңағы самиун басир дейді. Аллах Тағала не істеп жатқандарыңды толық естуші дейді. Міне осы хабардар, естуші, бәрін естуші, бәрін білуші, бәрін көруші. Сосын тағы біреуі, инналлаха кана алейкум рақиба. Сөзсіз Аллах Тағала сендердің үстілеріңнен бақылаушы дейді. Қараңыздар. Міне осы 5 есім негізгі. Мысалы, бақылаушы, көруші, естуші, білуші, хабардар. Осы нәрсе сіздің жүрегіңізді шырайын алып жүрсе, 99 есімнің бәрін білмейтін шығарсыз мүмкін. Бірақ егер осы 5-еуі жүрегіңді тауаф қылатын болса, жүрегің осы нәрседен ажырамайтын болса, өзі жалпы адамды күнәдан аман алып қалатын нәрсе осы екен ғой. Көрдіңіз ғой? Бұдан басқа уақытта біз бейқам болады екенбіз. Ұмытып кеткенбіз біз. Арнадан шығып кеткен жағдайда боламыз да. Осы есімдер бізге көмектесетін Аллах Тағаланың есімдері де. Осы есімдерді әрдайым өзіңіз, Раббым, бір нәрсені айтайын деп жатқанда Раббым естіп тұр ғой. Біреуге ренжейін деп жатқан Раббым көріп тұр ғой. Мына көріп тұру дегенге бұрынғы салих адамдар соншалықты жұмыс жасаған, Алланың алдында жағымсыз мимика көрсетуден тыйылған ғой салиқалы адамдар. Қабағын көрсетуден тыйылған ғой Алладан. Мимикама дейін құлшылық жасауындай дәрежеге көтерген ғой. Көрдіңіз ғой? Мұсылманның әдемі өзі қарасаңыз, мимикаңызға дейін тек Алла Тағалаға қызмет жасайды. Аллаға ұнамайтын нәрсеге жасамайды. Сізге берілген қабақ, сөз, тіл деген мәселелер